Сәлеметсіздер. Біз дәл қазір өзімізге мақсат жазу керекпіз. Қазір 1:30 болды. Біз мақсат жазу керекпіз өзімізге. Арнайы қарастырайық. Мынау менің қағазым, мынау менің ручканың қаламым. Бам. Осыған қазір біз өзіміздің 5 мақсатымызды жазамыз. Бам достар, біз жаздық. Дәл қазір сіздерге мен жазғанды айтып оқып берейін. Бірінші бизнесімізді дамыту, екінші жабылдау, үшінші мектепке дайындалу, төртінші монтаж жасау, яғни видеолармен монтаж, бесінші бизнесті бастаудан YouTube арна бар. Бизнес бастау тіркеліп кеттіңіз, сілтемесі төменде болады. Есіңізде. Бизнес бастаудан видео қарау, яғни бизнес бастауда көптеген пайдалы видеолар көре аласыздар. Сол видеоны мен өзім қараймын. Өйткені өзің кішкене жақсы болып қаласың. Міне, бізге 5 мақсатым. Біріншіден бастайық достар. Бизнесімізді дамытамыз. Әрбір адам өз бизнесін жасауға құқылы. Өміріңді өзгерту үшін, мен өзімді зона комфортадан шығу үшін бизнес бастадым, яғни бизнес бастадым. Әзірше мен сол бизнес сілтеме кіріп кетті. Кассауда деп айтылады. Төмен сілтемесі төмен өтті. Әрине мен қазір осы кассауда дүкеннің онлайн дүкеніне кіріп, барлық ішін дұрыстап қарастыру керекпін. Алдында 3 сағатым болды. 3 сағатын дұрыстап әртүрлі түске бөліп тастау керек. Әйтпесе адамдар дұрыс қарамаған секілді. Сондықтан бастаймыз керек достар. Достар, істедік. Енді біз осы міне жоспарды істедік. Енді екінші жоспарға көшу керекпіз. Жақсы болды істегеніміз. Өте өзі керемет болып тұр. Қазір біз сызу керекпіз. Өте қараңғы болды, сондықтан терезені ашып қойып достар. Бірінші бизнес дамыту. Бұны сызамыз достар. Достар, біз істедік, қараңыздар. Айттық, бизнес дамыту едік, бизнес дамыттық. Сызып та көріп достар. Енді екіншісімен көшейік. Екінші жаттығу жасау. Яғни өзен көп тұрғандай мен кішкене арықтаумын. Арық болғандықтан кішкене денені шығару үшін. Жаңып кеттік. Жаңа көргендеріңіз ол просто басы болған. Мен келіп барлығын терді көріп тұрсаңдар. Тердер отыр үстінде. Тіпті орындадым. Су керекпіз достар. Достар, стайында отыр. Бірінші, екінші мақсатқа жеттік. Енді үшінші мектепке дайындалайық. Мектепке дайындалу. Бұйырса, қазір костюмімді сіздерге көрсетемін. Болды. Біз болдық. Енді сіздерге киімді көрсету керек. Сабаққа дайынмын, дайын емеспін, соны дайындалдым. Мен достар, мен сабаққа дайынмын. Костюм алдым, сумка алдым. Бәріне дайын болып тұрмыз әзірше. Мектепке дайындалдық. Жаңа көргендеріңіздей барлығы менің костюм бәрі дайын негізі. Видеоның соңында сіздерге киіп көрсетемін. Бәлкім фотоларын жіберемін. Көрсетемін. Видеоның соңында осының киімдерінің фотоларын жіберемін сіздерге. Енді монтаж жасау. Төртінші біздің мақсатымыз монтаж жасау. Монтаж жасауда біз орындау керекпіз. Орындаймыз достар. Мен кірдім мен ноутбугыма барады. Мен асы ноутбугым әйсті үшті. Дұрыстау дейік қазір. Мынаны бәрін дұрыстайық қазір. Қазір біз мына
ноутбукты ұстап жинақтастырып алайық, содан кейін монтажға көшеміз. Әр компьютерім қосылуда. Осы видеоға қиылады, монтаж жасағаны, риск шығады. Қандай монтаж жасағаным сіздерге нәтижесін бірден көрсетем деп тұр. Өзім монтаж жасадым, қарасаңыздар. Монтаж жасадық, сіздерге басынан бастап көрсетейін. Яғни футаждарды өзіме влогыма қоятын футаждарды жасап қойдым, дайындап. Қараңыздар. Мен достар, осындай мен монтаж жасаған болатынмын. Енді сызу керек достар. Қағаз сызу керек, мыжылып қалды. Сызу керек достар. Достар, сызамыз. Бизнес-пасудан видео қарау. Яғни бизнес-пасудан бір видео қараймыз. Барлығын бітешік салып қойып, өйткені болдық оның барлығы достар. Міне достар. Енді осы бизнес-пасудан бір видео қарайық, яғни пайдалы видео қарау керекпіз. Бесіншісі мақсатымды орындадым. Өздеріңіз алдына көргендей, жаңағы 70 қазақ бар, 70 шыма бар деген видеоны көрдім. Егер сізде соны видеоны көргің келсе, сілтемесі төменде болады. Ал керемет болды. 5-ші мақсатымызды орындадық. Енді видео өзі соңына келді. Видеоның соңында мен сіздерге менің Казсауда каналымды сілтемесі төменде болады. Және менің арнамна жазылып кетіңіз, лайк басып кетіңіз. Давайте достар, лайк басыңыздар.